сабақты бастамас бұрын біз өткен сабақты қайталап өтеміз. Яғни өткен сабақты біз поле чудес әдісі, яғни ойыны арқылы қайталап өтеміз. Қазір бір оқушы маған келеді, яғни мына затты не істейміз, айландырамыз. Қай сұраққа тілшесі түседі, сол сұраққа жауап беріп отырамыз. Қандай сұрақ түсті? Дауыссыз дыбыс деген не? Дауыссыз дыбыс деген ол кедергіге ұшырап тұрады. Ол дауыссыз дыбыс деп айтылады. Отырамыз. Дауысты дыбыс деген не? Дауыссыз дыбыс ол кедергіге ұшырамай айтылады. Айтылатын дыбыс, иә? Керемет сөзім буынға бөл дейді. Кәнеке бөліңіз. Буынға бөліңіз. 3 буынды сөз. 3 буынды сөз жарайсын. Отырамыз.